Сәлеметсіздер ме оқушылар? Өзін ұстап сабағына қош келіпсіздер. Пән мұғалімі Дүйсенғалиева Жанар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз менің үйім. Менің үйім. Балалар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзін жаттап үйренеміз. Отан отбасынан басталады. Мақал. Балалар, отбасы мүшелерінде кімдер отыр? Отбасы мүшелерінде бірінші дастархан басында атасы, оның жанында әжесі, және әкесі, анасы, және балалары барлығы дастархан басына жиналады. Олай болса, бүгін біз отан дегеніміз не, балалар? Отбасы дегеніміз не? Сендердің отандарың қалай аталады? Ауылың қалай аталады? Ауылдарыңды жақсы көресіңдер ме? Балалар, отбасы дегеніміз не? Отбасы деген кезімізде ойымызға не түседі? Отбасы дегеніміз өзіміздің туып өскен үйіміз, отанымызды отбасы дейді екенбіз. Отбасы адамның туып өскен жері, үйі. Отбасына адам тәлім тәрбие алып, үлкен өмірге қадам басады екен. Әрқашанда отбасы жылулық танытып, адамға қамқорлық сыйлайды екен. Сондықтан отбасы әрқашанда әр адамға ыстық болып көрінеді. Балалар, енді отбасы мүшелеріне кімдер жатады екен? Соны оқып үйренеміз. Ата, әже, әке, ана, аға, апа, бауыр, іні, қарындас, сіңілі. Не, балалар? Отбасы мүшелеріне, осы барлық мүшелерін отбасы мүшелері деп атайды екенбіз. Балалар, отбасы татулығы аңыз әңгімесін мұқият тыңдайық. Баяғы өткен заманда бір үлкен отбасы болыпты. Олардың отбасында көп адам, тіпті бір қауым ел бірге тұрған екен. Олардың отбасының көптігіне қарамастан, олар тату-тәтті өмір сүрген екен. Бұл жағдай елді қатты таңғалдырыпты. Сол ауылдың патшасы бұл елдің неліктен тату-тәтті өмір сүруінің себебін білгісі келген екен. Сөйтіп ол ауылға келген екен. Ауылдың іші тап-таза, тыныштық пен береке қонған. Патша оны көріп, ерекше бір сезімге бөленіпті. Патша сол ауылдың ақсақалына келіп, неліктен осы отбасында татулық пен береке қалай қонғандығын сұрағысы келіп, ауыл ақсақалына келеді. Сөйтіп одан не үшін бұл отбасында татулық орнағанын білгісі келіп, ақсақалдан сұрайды. Ақсақал бұлай деп жауап береді. Қарт кісі 100 рет сүйіспеншілік, 100 рет кешірім, 100 рет бірлік деп қағазға мұқият жазып шығады. Бұны көрген патша таң қалып, осақ па дейді. Иә деп ақсақал жауап береді. Тек барлық отбасы тек осы құндылықтардан құрылады. Дейді де сәл ойланып, шыдамдылық деген сөзді қосады. Балалар, отбасы татулығы әңгімесі сендерге ұнады ма? Олай болса, бүгінгі отбасы татулығы әңгімесі бойынша мына сұрақтарға жауап берейік.
әңгіме не туралы айтылған? Отбасы қандай болған? Ол туралы кім естіп қойыпты? Содан кейін патша не істеді? Ақсақал отбасының қандай қасиеттері туралы айтты? Сендердің отбасындарында қанша адам бар? Сіздердің өз отбасыларың бар ма? Отбасы деген сөзді қалай түсінесіңдер? Өз отбасыларыңды неге жақсы көресіңдер? Жарайсыңдар балалар. Балалар, мен бүгін тамаша бір хат алдым. Ол хатты оқып, қатты қуандым. Сендердің туыстарың сендерді өте жақсы көреді екен. Туыстарың сендерді жақсы көретіні соншалық еркелетіп, сендерді әртүрлі жақсы нәрселермен теңейді екен. Кәне отбасында сендерді қалай еркелететінін айтып көріңдерші. Балалар, сендерді отбасында ата-аналарың, әжелерің сендерді ботақаным, құлыншағым, аққозым, қошақаным деп еркелетеді үйде. Балалар, бүгінгі сабағымызға байланысты мынадай сұрақтарға жауап берейік. Отбасы мүшелерін ата. Сен отбасында кімді жақсы көресің? Сен өз отбасыңа қалай көмектесесің? Сен аға ініме, бауырларыңа қандай көмек бересің? Отбасында кімге сыйлық сыйлағың келеді? Атаң мен әжең саған не үйретеді? Атаң мен әжеңе қалай көмектесесің? Балалар, енді бүгінгі сабағымызға байланысты мынандай шығармашылық жұмыспен жұмыс жасап үйренеміз. Отбасы мүшелерін суреттегі бейнелердің қайсысына теңер едің? Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біз өзімізге ең жақын, ең қымбат ата-әжемізді, ата-анамызды, ең қайырымды, ең сүйкімді іні-қарындастарымызды танысып үйрендік. Оларды сыйлауды, құрметтеуді үйрендік. Олай болса балалар, біз бүгін өзіміздің отбасымызда адамдардың әрқайсының өз орны ерекше, қадірі барын ұқтық. Сондықтан біз олардың сенімін, еңбектерін әрқашан ақтауымыз керек. Балалар, енді бүгін осы сабақтан алған нәрселерімізді мына өлең жолдары бойынша аяқтаймыз. Құрметтеп ата-анамды, ардақтап әпке ағамды, үнемі көмек беремін, қамқор боп сіңіл ініме. Сау болыңыздар балалар.